білім мен тәрбие деген ұлы күштің тізгінін ұстап, номері 2-ші мектеп гимназиясынан келіп тұрмын. Жалпы өзім Абай атамның қара сөздерін өмірлік азығым айландырғанмын. Ол өзінің қара сөздерінің бірінде адамның жаны мен тәнінен тұратынын айтқан болатын. Яғни, жаны таудың, тәні саудың, жаны сау дегендей, дән солғын қалыптастыратын ең шықты пән мұғалімімін. Адамның сергекте көңілді жүріп, жұмыс істеу қабілетінің жоғары деңгейде болуына дене шынықтыру мен спорттың маңызы зор екені барлығымызға белгілі. Адамның адамшылығы, ақыл, ғылым, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ата, жақсы ұстаздан екені мәлім. Яғни, бұны не үшін айтып жүрмін? Ұстазым мықтының ұстанымы мықты демекші, менің өзімнің ұстазым Истибай Саян Байдарахманұлы және де тренерім спортқа деген сүйіспеншілігімді арттырып, спортқа жеткен жетістігімді және де осы дене шынықтыру пән мұғалімі ретінде мамандығын таңдауыма үлкен себебін тигізген. Және де 2014 жылы Қазақтың спорт және туризм академиясына оқуға түсіп, ұстазым Ермахан Ибрагимовтен тәлім алып, 2018 жылы дене шынықтыру пән мұғалімі, қоян қолтық ұрыстың инструкторы, бокстан жаттықтырушы, әскери кафедраны тәмамдап, бокстан спорт шеберлігіне үміткерін алған болатынмын. Және де дәл осы жылы жаңа аудан, жаңа номер 2-ші мектеп гимназиясына жұмысқа орналастым. Бүгінгі заманауи білімде де Абай атамыздың ойлары құнды болып отыр. Яғни Абай атамыздың 15-ші қара сөзінде естілердің қатарында болғың келсе, өзіңе күніне бір рет есеп ал деген. Яғни мен бұны рефлексия деп түсінемін. Және де әр сабағымда рефлексия жүргізіп, бүгінгі сабағымыз қалай өтті? Бұдан да сабағымызды жақсы өту үшін не істеу керек деген сұрақтарды жиі қоямын. Және де менің ең бірінші оқушысы жүзінен көргім келетіні, оның сабақтан риза көңілмен шығып, қасындағы достарына шаттана, бүгінгі сабағымыз қалай өткендігі, қалай жақсы өткендігін айтып, қуанып айтуы мен үшін өте үлкен жетістік және мені одан әлмен шабыттандырады. Денсаулық адам баласының бақытты болуының негізгі бөлігі. Яғни осы пәннің иесі ретінде мен сабақтарымды заманауи өтуге тырысамын. Және де сол себепті цифрлық технологияларды жиі пайдаланамын. Қазіргі ғылыми прогрестің дамыған заманында өзінің жеткен жетістіктерімді және де оқушының жеткен жетістіктерін Render Forest сайтына жүктеп және толықтырып отырамын. Алдарыңызда портфолио тұр, QR-код тұр, соған кіріп Render Forest сайтына өтсеңіздер болады. Және де оқушыларының жеткен жетістіктері де аз емес, қалалық, аудандық 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдармен марапатталған. Біздің 5-6 сынып оқушылар арасында футболдан 2-ші орынға иелендік, 7-ші, 8-ші сыныптар арасында футболдан 1-ші орынға иелендік. Және де ауданда 5-6 сынып оқушылар арасында гандболдан 2 дүркін чемпионы және де қаладан 2-ші орынға ие болды. Одан бөлек тоғызқұмалағымыз бар, теннисіміз бар деген секілді. Одан бөлек жалпы жігітке де жетуіне аз дегендей, өзімнің жетістігім ең алғашқы жұмысқа орналасқан кезде жас маман байқауы болды. Жас маманнан байқауында мектепте бас жүлде алып, ауданнан 1-ші орынды иеленген болатын. Және де ән байқауында 2-ші орынға ауданнан иелендім. Одан бөлек жекелей шапқандарын футболдан 3-ші орынды алдым. Тағы. Одан бөлек қазіргі Алматы қаласы дене шынықтыру басқармасының өткізген іс-шараларында қалалық жүргізушілік қызметінде атқарғаным бар. Осындай грамоталар. Одан бөлек те тәрбие оқушыларымды жақсы дайындап, қалалық спорттарда жақсы үлес қосып жүрген үшін осы Алматы қаласы дене шынықтыру басқармасынан алғыс хаттарымды алғаным бар. Одан бөлек жалпы мұғалім деген әрдайым өзін жетілдіріп отыру керек. Ол үшін өзінің тәжірибесін дамыту мақсатында көптеген семинарларға қатысу керек. Одан бөлек міне алдарыңызда тұр өзімнің авторлық бағдарламам. Одан бөлек міне халықаралық ТМД елдерінде өзімнің конференциямда өзімнің іс-шараммен, іс-тәжірибемен бөліскен болатын баяндамамды өткізіп. Міне алдарыңызда тұр өзімнің авторлық әдістемелік нұсқаулығым. Одан бөлек Алматы балапес қалалық фестивальде де төрешілік атқарған жайым бар. Жалпы дені сау ұрпақ тәрбиелеу
өзімнің азаматтық та қызметтік те парызым деп білемін. Назарларыңызға рахмет.